шетелде тұрғысы келетіндер, тұрып көргісі келетіндер көп шығар, бірақ шетелде тұратын адам ретінде айтқым келетін жағдай көп. Себебі шетелде тұрудың көптеген минусы бар. Өзің танымайтын адамдар, өзің танымайтын тіл болуы мүмкін, өзің танымайтын жерлер болғандықтан көбінесе сабырмен, жалғыздықпен басың кешеді. Салт дәстүрін құрметтеу керексің тұрып жатқан жеріңнен. Заңсыз нәрсе істеуге болмайды. Және де не істеп қойсаң да біраз қорқынышпен өмір сүресің, себебі адамдардың менталитеті өте басқаша болады. Өз тіліңде сөйлемеген адамдар болғандықтан достарың да болмайды. Достарың болғанмен сенің түсінген ортаңда өспегендіктен сенің айтқандарыңды түсінбей беру мүмкін. Себебі өз тіліңде түсіндірмегендіктен толықтай түсіндіре алмайсың деп ойлаймын. Үйреніп қалған тағамдар болмайды, үйреніп қалған продуктылар да болмайды. Және де өзіңнің қатты жалғыз болғаныңды сезінетін моменттер көп болады. Жалғыздыққа үйрену керек боласың, оны ешкім айта бермейді.